Сәлеметсіздер ме YouTube командасы? Аты жөнім толық Сердалиева Ағзира Төребекқызы. Болған оқиға каналының авторымын, әңгіме каналының авторымын. Қазіргі таңда менің каналыма монетизация тоқтау туралы хабарлама келді. Соған апелляциялық өтініш бергім келеді. Бұл сіздердің тарапыңыздан қате шешім деп ойлаймын. Өйткені маған келіп тұрған хабарламада біреудің контентін пайдаланылған деген хабарлама келіп тұр. Мен бірақ барлығын өзімнің еңбегіммен, адал еңбегіммен жазам. Әңгімені де өзім жазамын. Әңгімені бұл негізгі менің каналда жүргізудегі мақсатым ол айлық табу ретінде, жаңағы күнкөріс ретінде. Және екіншіден бұл каналды таңдап жүргізудегі мақсатым түрлі тағдырлар туралы жазам. Сол түрлі тағдырлар туралы жазам. Сол тағдырлас адамдар, менің каналымды тыңдаушы тағдырлас адамдар бола ма, және оларға сабақ болсын деген мақсатта әңгімелерін жазам. Әңгімені мен өзім жазамын, және ол жазылған әңгімелерді мен монтаждаймын. Өзім жазамын, оны телефонға WhatsApp арқылы жіберіп, запись экран басып оқимын өзімнің даусыммен. Содан кейін оны InShot программасында монтаждаймын. Бетіндегі суреттерді мүмкін сол біреудің контентін пайдаланды деген ол может бетіндегі суреттерге байланысты келіп тұрған шығар. Өйткені бетіндегі суретті көбіне көп Pinterest'тен, Google'дан скачать етіп алып пайдаланамын. Бірақ жазуды барлығын өзім жазып, өзім жасаймын. Мен әңгіме жазу барысы менде осылай жүреді. WhatsApp-ма әңгіме келді, міне келіп тұр, мен жіберген әңгіме. Соны запись экран басамын, запись экран қосылды. Енді осыдан кейін бұл әңгімені мен өзім оқимын. Осыдан бірнеше жыл бұрын қатерлік жасап, бәрінен айырылдым. Ол кезде үйленгенмін, келіншегім, бала-шағам бар. Осылай әңгіме жазылып, осылай оқылғаннан кейін әңгімені мен ішінде кейбір сөздерде қате оқып қоямын кей кездері бір әңгімелерді бөліп оқып қоямын, кейде қате оқып қоямын. Сол кездерде қайталап оқитын кездерім болады. Олардың барлығын InShot программасы арқылы сол жаққа қойып, керек емес жерлерін алып тастаймын, қиямын, оның бәрін монтаждаймын. Монтаждап, оның беткі фонына мен Pinterest'тен, кейде Google'дан аламын. Сол әңгімеме сәйкес келетін тақырыптар болса, солай іздестіріп, тауып, соған беткі фон жасап, солай жасаймын. Менің қайталанған контенттер деп келген себебі сіздердің тарапыңыздан ойлаймын. Бір әңгіме кейде ұзақ болып кетеді. Сол кездерде ұзақ әңгімелерді 2-ге, 3-ге бөлім болып салам. Сондай кездерде мүмкін бірінші бөлімге қойылған фонды 2-ші бөлімге, 3-ші бөлімге қоя берем. Сол себепті мүмкін қайталанған контент болып есептелетін шығар сіздердің тараптарыңыздан. Сол енді бұл әңгіме каналды жүргізіп жатқаныма менің біраз уақыт болды. Қанша еңбегім жатыр, монетизацияға да қосылғаныма біраз уақыт болды. Бірақ енді көбінде көп жұмыста болғандықтан көп уақытым кетпейді. Көп уақытым босқа кетіп қалады. Енді үлгермей қалам, кейде видеоларым салуға, кейде монтаждап үлгермей қалам, кейде оқып үлгермей қалам. Содан кейін